Әже, мен келдім. Ой, бұттам. Бала бақшадан келдің бе? Иә. Әже, бұл не? Бұл әшекей бұйымдар. Мынау алқа деп аталады. Бұл мойынға тағылады. Бұл қыз баланың көркін ашады. Ал мынау сырға. Мұны қыз баланың құлағына тағады. Бұл сырға қыз баланың нәзіктігін білдіреді. Енді мынау шашбау деп аталады. Қыздар ұзын қып шаш өсіріп, оны екі жаққа бөліп, өріп, шаштың ұшына шашбауы тағып қояды. Жүрген кезде бұлар сыңғыр-сыңғыр еткен әдемі дыбыс шығарады. Енді мынау білезік. Қазақ халқы қыз баланы әдемілеп, әшекейлер тағып өсірген. Өйткені қыз бала елдің көркі, ұлттың айнасы. Әже, менде таққыршы бола ма? Әрине тағуыңа болады, өйткені сен де қазақтың сұлу қызының бірісің. Қызым, не істеп жатсыңда? Анасым әже маған ұлттық әшекейлерді көрсетіп жатыр. Ой, жарайсың қызым. Дұрыс айтасың қызым. Ұлттық әшекейлер біздің мәдениетіміз. Біз оларды тақып қоймай аяна қадірлеуіміз керек. Кейбір әшекейлерді қолдан да жасауға болады. Кәнекей екеуміз қазақтың ұлттық шашбауын тағы жасап көрейік. Аяна қызым, мінекей біздің шашбауымыз, бұны шашқа тағамыз. Мен өскенде әшекейлерді тағамын. Ой, жарайсың. Есіңде болсын қызым, ұлттық бұйымдар ата-бабаның аманаты. Оны білу, құрметтеу әр қазақтың міндеті. Салт дәстүрді құрметтеп, ұлттық мұраны сақтайық.